Саламатсыздар ма, 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыз дүние тану. Сабағымыздың тақырыбы Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері. Сабағымыздың мақсаты өмірбаяндық мәліметтерге сүйене отырып, шығармашылық және еңбек салаларындағы көрнекті қайраткерлердің елімізге сіңірген еңбектері туралы мазмұндау. Тірек сөздері бірге қайталайық. Ғарыш, ғарыш айлағы, дыбыстан жүйрік ұшақ. Оқушылар, бүгінгі сабағымызға байланысты қандай ғарышкерлерді білесіңдер? Әрине, ол біздің тұңғыш ғарышкерлеріміз Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов. Бүгінгі біздің сабағымыз Тоқтар Әубәкіровтың өмірбаянымен танысамыз. Суретке назар аударайықшы. Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері. Әубәкіровтың жастық шағы мен қарттық кезі. Тоқтар Әубәкіров алдына қойған мақсатқа жете алатын батырдың айқын үлгісі. Ол бала кезінде ұшқыш болуды армандаған. Атақты ұшқыштар Талғат Бигелдинов пен Нұркен Әбдіровті үлгі тұтқан. Тоқтар 18 жасында Қарағандыдағы ұшқыштар үйірмесінде жаттықты. 1965 жылдың маусымында бірінші рет ұшақпен көкке көтерілді. Қатты қуанғаннан, мен құстай самғап келем, менің қанатым бар деп айқайлаған екен. 1969 жылы Армавирдегі жоғары әскери авиация училищесінде аяқтады. Содан 10 жыл өткенде Мәскеудегі авиация институтында оқып, сынақшы ұшқыш дәрежесін алды. Тоқтар көптеген ұшақтарды сынақтан өткізді. Жылдамдығы дыбыстан жоғары ұшақтарды да басқарды. Тоқтар әлемдегі үздік сынақшы ұшқыштардың ондығына қосылды. Жаңа авиация техникаларын сынақтан өткізу барысында көрсеткен ерлігі үшін 1988 жылы Тоқтар Әубәкіровке Кеңес одағының батыры атағы берілді. Ол 1991 жылы Юрий Гагарин атындағы ғарышкерлерді даярлайтын орталықта жаттығулар өткізді. Халықаралық экипаж құрамында Тоқтар Әубәкіров, Александр Волков, австриялық ғарышкер Франц Фибек бірге болған. Тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіровке ғарышқа ұшқан ерлігі үшін Қазақстан Республикасының халық қаһарманы ордені берілді. Тоқтар Әубәкіров сонымен қатар депутат, президент кеңесшісі, қорғаныс төрағасы болды. Оқушылар, Тоқтар Әубәкіров, мен ғарышқа атақ үшін ұшқан жоқпын. Менің халқым ғарышқа барып келген ұлым бар деп мақтанса екен, деді. Осы сезім маған жігер берді. Ғарыш кемесі бұйрық бойынша орнынан қозғалған сәттен мен халқым менің сен үшін бәріне дайынмын дедім деп айтқан екен. Сабағымызды қорыта келе ғарышкерге қандай тән қасиет бар деп ойлайсыздар? Осы сұраққа дайындалайық. Сіздерге сұрақ: елімізде ғарыш айлақ қайда орналасқанын білесіңдер ме? Осы сұраққа жауап беруге дайындал. Тапсырма. Оқушылар, өзің болашақта кім болғың келеді? Арманға жетудің 5 қадамы сатысын құрастырып жазып, әңгімелеп бер. Дескриптор өз ойын жазады, бейнелейді, әңгімелейді.
үйге тапсырма. Өзің болашақта кім болғың келеді? Арманға жетудің 5 қадамы картасын құрастырып жазамыз. Және де дүниетанудағы Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері 111, 113 беттерді мазмұнын айтуға дайындаламыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.